Мен мына Қызылорда облысынан телефон соғып отырмын. Сұрағыз. Мына бізді су алып кетті білесіздер. Сол 4 бала шағамен шатырдың үстінде отырмын қазір. Мына сол Еремет ағам қандай көмек береді бізге? Аға, мынау енді Қызылордалық бауырларымыз судың ортасында қалды. Қандай көмегіңіз бар? Маған айтамын. Мен не істеймін? Енді ақыл кеңесіңізді айтарсыз мүмкін. Не ғой? Көмек болғанда күйеуім байын. Күйеуім бейшара бізді құтқарам деп жүріп суға ағып кетті. Бейшара жүзе алмайды екен ғой. Енді дарияның жағасы тұрып жүзіп үйренбеймін мен. Мен не алайын саған барайын беті қазір? Жоқ, аға енді бір көмек берсеңізші енді. Не ғой, көмек болғанда сен бүйтсей? Қайық сатмаса қайық. Анадай моторы бар қайықтар болады, сонымен жағаға тез жетесің ғой. Соны сатып ал. Ойбай аға, сіз мені мазақ қылып отырсыз ба? Мен сізге 4 бала шағамен шатырдың үстінде отырмын деймін, ашпыз. Аш болсаң балық аулап же, неғылысың? Ет асып же, нанға варенье жағып же, не бар мысалы? Нәлі онда мен жұмысты бәрі тастап саған барайын онда, жұмысты бәрі тастап, аяғыма боти киіп алып барайын саған. Сол дарияның жағасында тұрайын бүйтем, кім ақты. Қойыңды мен жұмысты бәрі сол жаққа барайын, мен жұмысты бәрі тастап сол қарайын. Сендер де қызықсыңдар. Қайғана суап бітіп жерге үй салмай, қыр жерге салмайсыңдар. Ой жерге салмай, қыр жерге салмайсыңдар. Құдайдың жері болып қалды ма? Как будто бала шағасын мен тамақтандырып жүргенде ашты. Мен не қойыңды жұмыс бір қойын барайын сол адам нервіне. Бала продуктыны. Осы ше.